Баршаңызға сәлем алейкум, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге ауызашарға дастархан дайындайтын боламыз. Салаттардан пайдалы, майонезсіз өте дәмді салат. Ыстық тағамнан роза мантысын дайындаймыз. Розаны жасалу жолын көрсетемін. Және де тәттілерден бір ғана жұмыртқадан таразысыз дайындалатын кекс дайындаймыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші мантының қамырын дайындаймыз. Жылы су құямыз, тұз қосамыз, бір жұмыртқамызды салып, қасықтың немесе шанышқының көмегімен араластырып аламыз. Барлығын толықтай біріккенге дейін араластырамыз. Енді алдын ала електен өткізіп алған ұнымызды сала отырып, осылай венчикпен араластырып, қамыр дайындаймыз. Ең бірінші мен қамырды бірден қолмен елемеймін, осылай венчикпен араластырып аламын. Одан кейін венчикпен араластыруға келмеген кезден бастап, қамырды қолмен елеп аламын. Сол кезде артық мөлшерде су қосып қоймаймын, немесе артық мөлшерде ұн да қосып қоймаймыз, және де жұмсақ қамыр шығады. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Қазір қамырдың бетін жауып, шамамен 5 минуттай қойып қоямын. Оған дейін мантының салмасын дайындаймыз. Ұсақтап тұрып алған пиязымызды саламыз, одан кейін тұз саламыз, қара бұрыш саламыз. Енді біз мантымыз сочный болу үшін ең бірінші осы пиязбен, тұзбен бұрыш салғаннан кейін қысып осылай аламыз. Сол кезде бізде пияздың соғы бөлінеді. Одан кейін тартылған етімізді саламыз, және де ұсақтап тұрып алған картопымызды саламыз. Егер еттеріңіз майлы болмаса, кішкене күнбағыс майын қоссаңыздар болады. Егер ет майлы болатын болса, май қосып керек емес. Енді барлық салмамызды жақсылап тұрып араластырамыз. Негізі осылай қолмен араластырып алсаңыздар, барлық салмамыз толықтай араласады. Енді манты жасауға кірісеміз. Менен екі орташа осындай қамыр шықты, екеуін бөліп аламыз. Енді қамырымды жаюға кірісемін. Бізде қамырымыз өте жұмсақ, және де оңай жайылады. Қамырымыз дайын болды. Қазір мен роза формасын жасау үшін қамырды осылай кесіп аламыз. Кескен кезде өте кішкентай да емес, үлкен де емес, осылай формада кесіңіздер. Барлық қамыр осылай кесіп шығамыз қазір. Одан кейін сіздерге қандай формада розаны қалай жасайтынымды көрсетемін. Жайып алған қамыр тағы да ортасынан бір бөлікке кесемін. Одан кейін шанышқымның көмегімен міне осылайынан аздаған фарш саламыз, тартылған етті. Міне осылайынан жауып, бір жақ бөлігін, шеткі жақ бөлігін сол орап шығамыз. Ең соңғы ұшқы бөлігін осылайынан жабыстыра саламыз. Сонда бізде роза формасы тәріздес манты дайын болады. Міне қараңыздар, осындай әп-әдемі болып шығады. Тура осы әдіс бойынша қазір барлық қалған қамырды жасап шығамыз. Барлығын толықтай көрсетпей қояйын. Міне осылайынан жасайсыздар. Өте оңай жасалады. Қазір бір қамырдан жасап алған формаларым, розаларым осылай болып шықты. Енді мантываркаға салып, суымыз қайнағаннан кейін максималды оттың қызуында 35 минуттай пісіріп аламыз. Оған дейін десерт жасауға кірісеміз. Кекс бір жұмыртқа құямыз, және де бір стакан сүтімізді құямыз, бір стакан күнбағыс майын құямыз, және де бір стакан қант құямыз. Мен барлығын осы стаканмен өлшеп құйдым. Егер стакан болмаса, кесемен өлшеп берсеңіздер болады. Шай ішетін үйде кесемен өлшеп жасасаңыздар болады. Қазір мен барлығын осылайынан араластырып алдым. Енді бір стакан ұнды қостым. Бір ас қасық қопсытқыш, яғни разрыхлитель қосып, одан кейін тағы да екінші стакан ұнымды қостым. Барлығы сонда 2 стакан ұн қолдандым. Енді жақсылап тұрып араластырып аламыз. Бір жақсысы осы кекс жасаған кезде бізге миксер керек емес, шанышқымен немесе венчикпен араластырып жасай берсеңіздер болады. Міне біздің массамыз дайын болды. Осылай кішкене қоюлау масса пайда болу керек. Енді кекстің формаларына осы біздің сұйықтығымызды салып шығамыз. Шамамен бір ас қасықтай саламын. Одан кейін салмай жасасаңыздар да болады. Мен салмасына варено сгущенканы қолданып жатырмын. Кішкене қасықтың ұшымен ғана варено сгущенка салып шығамын. Одан кейін қайтадан үстіне бір ас қасықтан сұйықтық құямын. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минуттай қайтадан бір ас қасық сұйықтықты құйып шығамыз. Енді оған дейін біз салат жасаймыз. Ол үшін алдын ала рукколаны жуып алдым. Рукколаны кеспей бүтіндей саламыз. Одан кейін қияр және де қызанақ саламыз. Барлығын алдын ала кесіп дайындап алдым. Қиярды да қызанақты жұқаша қылып турап алдым. Келесі кезекте киви және де гранат, яғни анарды саламыз. Кивиді жұқалап турап алдым. Анарды да алдын ала осылай тазалап алсаңыздар болады. Енді міндетті түрде дәміне қарай тұз және де лимонның соғын қосамын. Лимонның соғын қоссаңыздар салатқа ерекше дәм беріп тұрады және де өте күшті болып шығады. Сонымен қатар мен осындай дәндер қосып шығамын. Осы дәндерді кез келген көкөністер сататын жерден немесе дәмдеуші сататын жерден таба аласыздар. Бұл өте ерекше дәм береді және де денсаулыққа пайдалы. Міне қараңыздар, біздің салат дайын болып қалды. Өте әдемі болып шығады және де ең бастысы пайдалы салат.
Сонымен бүгінгі ауызашарға дастарханымыз дайын болды. Салаттан майонез қосуды қажет етпейтін, денсаулыққа пайдалы жасыл салат жасадық. Ыстық тағамға біз роза мантыларын жасадық. Көріп тұрғандарыңыздай, видеоны көргендеріңіздей өте оңай жасалады формалары, және де бір жұмыртқадан таразысыз кекс жасадық. Егер видео ұнаса, каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде жаңа шыққан видеоны ең бірінші болып көресіздер. Кездескенше.